Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен ассорти компот дайындаудың әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге нектар қажет болады және слива. Осы екеуін жақсылап жуып тазалап аламыз. Жуып болғаннан кейін біз қақпақтарымызды стерилизацияға жібереміз. 10-15 минут қайнатамыз қыздар. Банкімізді 5 минутқа стерилизациялап аламыз. Бізге мята қажет болады. Жуып тазаланған нектарымызды салып, ассорти қылып жатыр ғой бұл жерде. Екеуін араластырып саламыз. Примерно 10-12 штук саласыздар қыздар. Қайнап тұрған ыстық суымды құйып 10-15 минутқа қойып қоямын. 15 минут өткеннен кейін суымды төгіп, үстіне 200 грамм қантымды саламын. Қыздар, 2 литр банкіге 200 грамм қант қажет болады. Ыстық суымды құйып, банкімді жабуға кірісемін. Қыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді компот шығады. Әртүрлі ассортиментпен жапсаңыздар болады. Ас болсын, сіздермен болған Ильясова Енілік. Толық рецепт төменде.